Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма жалғыз лайк басып, уведомление кнопкасын баса кетіңіздер. Бүгін біз үйдегі қолжетімді заттардан пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен бізге 3 тұқымымызды салып, оның үстіне қантымызды салып араластырып аламыз. Миксердің көмегімен аппақ болғанша, көбік болғанша араластырамыз. Мінекей осындай болып шығады. Ендігі кезекте азғантай тұз салып жібереміз. Оны да араластырып аламыз. Одан кейін 1 стакан айранға 1 чайный ложка сода мен үстіне азғантай уксусты өстіп араластырып, сол кезде осындай процесс жүреді, көбіктеніп, соны сол кезде солаймен осы неміздің үстіне, сұйықтығымыздың үстіне құйып жібереміз. Әрине әбден миксермен тағы да араластырып аламыз. Мінекей осындай менде шықты. Қоймалжың масса, оның үстіне пісте майымызды құямыз. Тағы да араластырып аламыз. Миксердің көмегімен араластырып болғаннан кейін 2 стакан ұнымызды саламыз. Бірінші 1 стаканымызды салып миксердің көмегімен араластырып, кейін 2-ші стаканымызды салып тағы да араластырып аламыз. Мінекей біздің қоймалжың сұйықтығымыз дайын. Мен пирогыма мак араластырдым. Қаласаңыздар араластырыңыздар, қаласаңыздар можно изюм салуға, немесе какао салуға болады. Мінекей осындай формамызға құйып алдым. Менің формам үлкенірек болды. Содан кейін осындай болып шықты менде.